сначала. 1, 2, 3. Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге Шашпау каналы. Бүгінгі айдар бізде қонақ шақыру. Бүгін бізде қонақта Зилола, тәжік ұлтының өкілі. Сәлем Зилола, қалыңыз қалай? Сәлем. Жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бүгін бізде бірінші айдар тәжік тілінде Зилоланы сөйлеспекшіміз. Зилола, сіз маған сұрақтар қоясыз, мен соған қазақша жауап беріп көрейін. Тәжікше сұрақ қой. Иә, тәжікше сұрақ қой. Наматан честь. Сәлем. Шыма чиродусный дорет. Менің қалым жақсы, сіздің қалыңыз қалай? Қазір осы сөздердің қорытындысын шығарып көрейік. Сіз маған қандай сұрақтар қойдыңыз? Ісіміңіз не деген сұрақ қойдым, бірінші сұрақ. Сіз сәлем деп жауап бердіңіз. Екінші сұрақта нелерді жақсы көресіз дедім. Және үшінші сұрақта болса, қанша жастасыз деп сұрадым. Қанша жастасыз деп сұрадыңыз? Яғни осы жақтан бір қорытынды шығарып көрейік. Тәжік тілі мен қазақ тілінің ұқсас болғанымен бәрібірде айырмашылықтары бар екен. Тілдерде айырмашылықтары бар екен. Келесі айдар қыз баланың тәрбиесі туралы. Қыз бала ұлт тәрбиесінде үлкен рөл атқаратынын жақсы білген қазақтың қыз тәрбиесіне көп көңіл бөлген. Сіздер де қыз тәрбиесіне қалай көңіл бөледі тәжік ұлтында? Иә, бізде де әрине қыз баланың тәрбиесіне өте жақсы көңіл бөледі. Жаңа ұл балаға қарағанда қыздарға көбірек көңіл бөледі. Жалпы сіздерде ырым тыйымдар бар ма? Қыз балаға барансы. Бізде қазақ халқында 40 үйден тыйым деген нәрсе бар. Қыздар шашын жайып жүрмеу керек түнде. Қыздар ақырын күлу керек. Сіздерде қандай тыйымдар бар, ырым тыйымдар? Жалпы біз бәріміз Азия жақтағы мемлекеттер болған үшін бізде де осындай тыйымдар жоқ емес, бар. Жаңа бәрі бір-біріне ұқсайды деп ойлаймын. Бізде де осындай тыйымдар бар. Мысалы, бізде қыз бала ұзын киініп жүру керек. Ұзын киініп жүру керек. Жаңа сіз айтқандай, жаңа шашыны кешінде жаймау керек. Жаңа екі өріп жатар кезде екі өріп жату керек деген осындай тыйымдар бар. Жалпы сіздерде Тәжікстанда, Қазақстанға қарағанда ұзын киініп жүрген қыз балалар, келіншектер көп, иә? Көп, иә. Қыз баланың, жалпы неге қыз баланың бір тал түскен шашы қазақтарда кез келген жерге тастамайды? Яғни біз шашымызды жайғаннан кейін жинап аламыз, бір жаққа сақтап қоямыз. Сіздерде қалай? Иә, бізде де тура солай. Мани беріледі аңғада, сақтап қойылады. Сосын жаңа түскен келін киім кешегін қысқартса, яғни нәрестесі кем туады, түсік туады деген ырым тыйымдар бар бізде мысалы. Бізде андай қысқарса деген түсініктер жоқ. Бізде барынша қыздар өзі ұзын киіну керек болғаны үшін келіндердің де киімдері әрине ұзын болады. Жаңа түскен келін сіздерде қандай ырым тыйымдармен, салт дәстүрлермен күтіп алады? Салт дәстүрлерге келсек, мысалы келін болып келгеннен кейін 40 күн аға ауыр жұмсамайды. Ауыр жұмсамайды, иә? Ауыр жұмсамайды. Жаңа қыз баланың өзінің ата-енесі келін болып түскен үйіне 40 күнге дейін тамақ пісіріп алып келеді деген. Тамақ пісіріп алып келеді. Яғни, мысалы, сіздерге келін түседі, ол келіннің ата-анасы сіздерге тамақ алып келіп береді. 40 күн. 40 күн, иә, алып келіп береді деген сондай әңгімелер бар. Күшті. Бізде мысалы қазақ елінде ондай жоқ. Дәл осындай салт дәстүр жоқ. Мысалы, келін болып бардың ба, наоборот, бізде керісінше келін өзінің осыны 40 күннің ішінде өзінің тамағын көрсету керек. Өзінің қандай тамақ пісіре алады, соның бәрін көрсету керек. Келін шай деген болады. Яғни әртүрлі өзінің тума-туысқандар келеді, келіннің қолынан шай ішеміз деп, шайын ішіп келуге келеді. Мысалы, бізде дағы неме бар, келін болып келгенден соң 3-ші күні күйеу баланың ортақтары келіп, анын қылған тамағын ас пісіруінің жаңа, оны жеп көру керек. Міндетті түрде аға осы күні ешкім жардам бермейді. Тек қана осынысы бар. 3-ші күні, иә? Дәл 3-ші күні. Сіздерде есік көрсету деген бола ма? Бізде есік көрсету деген ырым бар. Мәселен, келін болып енді түсті ғой, жаңағы күйеуінің туысқандары бізге келіңдер, қонаққа келіңдер, сендерге есік көрсетейік деген ырым бар. Сіздерде шақыра ма қонақтарға? Иә, бізде де шақырады қонақтарға. Бірақ бізде тек қана
күйөө тараптын туускандары эмес, ошондон биргеликте келиндин жактары тоже чакырат. Жана сен келин болдуң, эми келин болгон соң сен айры бир конаксың деген башка түшүнүк менен алар да чакырат. Бизде мисалы тагы бир батыш жакта, сондай Казакстан батыш жагында сол жакшы бой алган шыгар. Келин шайга, барасың ғой, сени чакырады конак ретинде келинди. Міндетті түрде кәдімгі қазақы киімді киіп, шашбауынды киіп, барлығын киініп барып, әшекей буймен кәдімгі баратын батыста бізде. Сіздерде қарапайым киініп бара саласыздар, иә? Осы келин киімдерді киіп барады. Арнайы келин киімдер жоқ па? Мысалы, сіздерде ұлттық киімді киіп бару керек деген нәрсе жоқ, иә? Жоқ, ондай жоқ. Ондай жоқ, иә? Өзінің келин бар қыз балаларға келин. Қыз балдарга дегенде бізде көбінесе көшөдө да кыздар өз улуттук кийимдерин кийип жүрөт. Далада, иә? Далада, иә. Бізде мисалы бул Казакстанда мен анча деле көрмөдүм. Өзүнүн улуттук кийимин кийип жүрген, но бізде ошондой уже орун алган. Сіздерде прям уже жайып алган. Иә, жайып алган. Бізде мисалы кез келген адам өзүнүн улуттук кийимини көчөдө көп көрүнөт алар. Сіз Қазақстанда байқамадыңыз, қазақ киіміне, ұлттық киіміне жүрген кезде? Бір немелерде, байрамларда болмаса, анча деле жоқ көрмедім. Бізде мейрамдарда қазақ киім кимесе, ондай байқалмады. Бізде көбінесе немелерге көңіл буратын сияқтар. Мисалы, қара шоколад или мисалы қызыл бір немселер жей бербе деп айтады да, типа. Неге? Может, сенің бележектегі баласы осы қаралай болып туылып қалуы мүмкін деген. Қап-қара болып қара шоколад жеген. Сіздерде айтып кеттіңіз бағана қыз бала таң атысымен ерте тұру керек деген сияқты, соны айтып жүресіз ба? Бізде деген осындай қалып бар. Қыз бала келін болып барған үйінде болсын, же өзінің ата-анасын, әке шешесінің үйінде болсын, қыз бала болған үйде таң ерте ату керек деген бір неме бар, түсінік бар. Ал дегені қыздары бар үйдің таңы ерте атады, яғни ерте тұрылады всегда. Қыз бала бар үйдің таңы ерте арту керек. Hurmat, doktor, zan, padaru modar, kelin. Сонымен біздің осы айдарымыз бітті. Келесі кездескенше бізге тіркелуді, лайк басуды және пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür.